Ал енді қазір өзіңіздің компьютеріңіздің алдына отырып, немесе ұялы телефоныңызды қолыңызға алып, жайланып отырып экранға назар аударыңыз. Экранда сіз көздің көруін тексеруге арналған таблицаны көріп тұрсыз. Таблицаға қарап өзіңізге нашарлау көрініп тұрған әріптердің қатарын есіңізде сақтаңыз. Енді жаттығуға көшейік. Жаттығу 60 секундқа созылады. 3, 2, 1, кеттік. Экрандағы картинкаға қараңыз. Сіздің бет-әлпетіңіз бен мойныңызды толығымен бос ұстаңыз. Алдымен бір уақытта 2 шарикке қараңыз, сосын 3 шарикке, кейін барлық шариктерге қараңыз. Жаттығуды сәтті орындау үшін бір ғана шарикке қарамай, назарыңызды картинкаға толығымен аударыңыз. Экранға қарауды жалғастырыңыз және өзіңіздің назарыңызды бейне-тренажерға фокустендіріңіз. Жаттығуды орындау кезінде сіздің көзіңіздің бұлшық еттері жақсы қозғалады, қан айналымы дұрыс жүреді. Бұл тек қана көздің бұлшық еттерінің жаттығуы емес, астигматизм, миопия сияқты көз ауруларын түзетуге, алдын алуға зор көмек береді. Және де тағы айта кететін жайт, көз жаттығуларын жүйелі түрде орындағанда ғана ол өзінің әсерін толық көрсете алады. Бұл көз жаттығуын күнделікті кем дегенде 2 рет немесе бірнеше уақытта жасауды ұсынамыз. Жаттығу аяқталды. Қазір тез-тез көзіңізді жыпылықтатыңыз, ол бұлшық еттерді жайландыру үшін қажет. Енді қайтадан көз тексеру таблицасына қараңыз. Егер сіз бәрін дұрыс орындасаңыз, көзіңіздің көруі жақсаруы тиіс. Дегенмен де сіздің көз бұлшық еттеріңіз жаттықты, ал көзіңіз оттегі мен қорегін алды. Бұл өте пайдалы.